Бірнеше әйелі бар. Қайрат Сатыбалдының отбасына қатысты тың деректер айтылды. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Экс-президенттің бауырында тағы 4 әйелі алғаны анықталды. Нұрсұлтан Назарбаевтың қамауда отырған немере інісі Қайрат Сатыбалдының 5 әйелі 11 баласы бар екені белгілі болды. Қайрат Сатыбалдының ресми тіркелген бір ғана некесі болғаны белгілі. Олигархтың бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалды ажырасқаннан кейін ұзақ жылдар бойы ақш-та тұрды. Ол Универсиада 2017 нысандарын жөндеуге бөлінген қаражатты ұрлады деген күдікке ілініп 16 наурызда ұсталды. Тергеу жұмыстары әлі жүргізіліп жатыр. Сот 9 шілдеде Гүлмира Сатыбалдыны қамауда ұстау мерзімін тағы бір айға ұзартты. Экс-президенттің бауырында бұдан бөлек тағы 4 әйелі алғаны анықталды. Әсел, Саида, Асылжан және Ангела, алайда олармен тек мұсылмандық жолмен неке қиғаны болмаса, ресми үйленбеген. Есімін атамауды өтінген дереккөз Қайрат Сатыбалдының тергеу изоляторында отырып, өзінің бейресми әйелдерінің бірімен некесін заңдастырғалы жатқанын хабарлады. Естеріңізге сала кетсек, Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі осы жылдың 13 наурызында Алматы әуежайының аумағында ұсталған еді. Дубайға ұшпақ болған ол 1,5 миллиард ақш долларын ала кеткісі келген.